ықылас батасын ақсақалдар мен үлкен кісілер өздерін сыйлап, ақ дастархан жайып, құрмет тұтқан үй иелеріне берген. Ал алғыс батасы азаматтардың ел жұртқа көрсеткен ерен, игілікті істері мен адал еңбектері үшін көптің ризашылығы ретінде айтылған. Сондай-ақ қазақ халқы бір жақсы істі бастау үшін ауыл қариялары мен ауылдың беделді кісілерін шақырып, міндетті түрде солардың ақ баталарын алған. Бұл қолға алынғалы отырған шаруаға сәттілік тілеуді білдіретін. Әдетте мұндай кезде істерің сәтті болсын, бастарыңа бақ қонсын, Құдай өзі қолдап, бастамаға жақ болсын деген тілек айтылады. Ал той думанды ұнататын қазақтарға қуаныш үстінде мынандай бата жасалған. Той тойға ұлассын, тойдан кенде қылмасын, өлең жыр боп күндіз-түн, ауыл аймақ жырғасын. Дастархан басында айтылатын бата. Сұрасаң бата берейін, үстем болсын мерейің, ықыласпен қол жайсаң, ақ тілекті төгейін. Дастарханың мол болсын, абыройың зор болсын. Көк жайлауды жайласаң, тай құлынды байласаң, келін тұрсын керіліп, салтанаты көрініп, сабаң толсын қымызға, шараң толсын уызға. Дастархан басында берілетін екінші бата түрі. Жаз келіп, көңілің жай болсын, көргенің шаттық той болсын, абзал досың көп болсын, берген батам сол болсын. Дастархан басында айтылатын тағы бір бата түрі. Бастарыңа бақ берсін, не берсе де нақ берсін, қырда жүрген қызырды үйлеріңе ап келсін. Қарындарың тоқ болсын, қайғыларың жоқ болсын, шүпірлеген үйіңде балаларың көп болсын.